Армысыздар, қадірлі көрермендер. Эфирде саяхат бағдарламасы. Сіздерді келе жатқан жаңа жыл мерекесімен бағдарламаның шығармашылық тобының атынан шын жүректен құттықтаймын. Кезекті хабарымыз Алатау бөктеріндегі Іле Алатауы табиғи мемлекеттік бағы жайлы болмақ. Іле Алатауы ұлттық бағы Қазақстан Республикасы үкіметінің 1996 жылғы ақпанның 22-сіндегі қаулысына орай құрылған. Бақтың аумағына Алматы облысының Қарасай, Талғар, Еңбекші Қазақ аудандары, Қаскелең, Қала маңы және Түрген орман шаруашылығы кіреді. Алматыдан оңтүстікке қарай Іле Алатауы, батысында Шамалған өзені, шығысында Түрген өзеніне дейінгі шекара көлемі 120 шақырым. Жалпы аумағы 199.703 гектар. Бақ теңіз деңгейінен 600-ден 4540 метр биіктік аралығында орналасқан. Іле Алатауы ұлттық бағы Ақсай, Медеу, Талғар, Түрген секілді ірі 4 филиалдан тұрады. Әр филиал 3 орманшылықтан құрылған. Шығыста орналасқан Түрген филиалының аумағы 70 мың гектар. Мұнда Маловодный, Түрген, Есік деп аталатын орманшылықтар бар. Қала таяу болғандықтан бақылау кешендеріндегі қызметкерлерге күні-түні тыным жоқ. Аймаққа өткен көліктерді жіті қадағалайды. Қалай? Кезекшілер қалай өтіп жатыр? Заң бұзушылық жоқ па? Заң бұзушылар жоқ. Тексеру жұмыстары қалай? Тексеру жұмыстары бір қалыпты. Кешкі жақын түнде үш уақыт тексеріп тұрады. Аппақ ұлпақ қар жапқан дала ерекше бір сұлулыққа бөленген. Филиал қызметкерлері Киелі бұлақ деп аталатын тарихи этнографиялық сапар орталығына қарай жол бастады. Бұл орталық қызметкерлердің күшімен 2000 жылы салынған екен. Есік маңынан табылған сақ жауынгерінің сауыты бұл аймақты әлемге әйгілегені белгілі. Сол бір тарихи орын осы араға таяу болғандықтан филиал қызметкерлері жеміс ағаштары өсіп тұрған тау бөктеріне мына ескерткішті тұрғызған. Сақ жауынгерінің қатарына еліміздің символы барыс бейнеленген. Тау қойнауына қарай ене берсеңіз, Киелі бұлаққа кезігесіз. Бұл жерден қай уақытта болса да жер тарихымен танысып жүрген демалушыларды жолықтыра аласыз. Қыс маусымында да қатпайтын бастаудың Киелі бұлақ аталуы ел аузындағы аңыздарға байланысты. Мына бұлақтың не себепті Киелі бұлақ атанғанын айтып бере аласыз ба? Бұл негізінен ол халық аузындағы аңыз сөз ғой. Бұнда негізі анау суретте көрсетілгендей өзінің аңыз сөзінен екі үлкен кісі кемпір шал осында асфальттан шаршап демалуға келеді. Содан осы бұлақтың басында суысып, сусындап, күн ыстық жазы болу керек. Осында қонып демалады. Ертесіне оянса, кемпірге шалды да кемпір жаңағы өзінің қыз кезіндегідей бұрынғы қалпына келіп, өте сұлу адам болып шығады ертесіне таңертең. Содан осы Киелі бұлақ содан аталды. Бұлақтың суы тұщы, айрықша дәмді. Соған қарап, атауының да текке қойылмағанын байқайсыз. Тап-таза мөлдір бастаудың астындағы тастарына дейін айқын көрініп жатыр. Су түбінде тиындар жылтырайды. Бұлақ Киелі болғандықтан, осы жерге келген халық ниет етіп, мынандай тиын тастап кетеді екен. Аумақтағы көрікті жерлердің бірі Есік көлі. Теңіз деңгейінен 2000 метрдей биіктікте орналасқан көлге жету оңай емес. Жазда жол кереметтей қиындық туғызбағанмен, қар түскен кездерде тау басына шығу қиындау. Табиғаты әсем, шың басына да жеттік. Есік көліндегі судың деңгейі кезіндегі мөлшерден әжептәуір азайып қалған. Кезіндегі дейтін себебіміз 1963 жылы осы тауларда қатты сел болып, көлді арнасымен қоса бұзып алып кеткен. Соның салдарынан демалыс аймағы болған көл маңында біраз орындар зардап шегіп, көл суы азайып қалған. Қарасаңыздар, ажағыңызда ана көлдің арғы шетінде жас ағаштардың өсіп тұрған жері, сол бұрынғы көлдің орны деңгейі. Бұлай қарай, енді саймен қарай арғы жүрсе, көлдің ары 3 шақырымға дейін созылған өте үлкен көл болған. Енді
қазіргі қалған көлдің деңгейі осы жерде, осындай. Қазір тереңдігі 20 метрден асатын көлде үйрек, саралағаз қыстайтын көрінеді. Ал осы тауды Қызыл кітапқа енген ұлар құс мекен етеді екен. Түрген филиалындағы 3 орманшылықта 60-тан аса қызметкер бар. Оның 29-ы тәртіп пен тазалықты қадағалайтын инспекторлар мен орманшылар. Олардың тұрағы табиғат аясындағы мынадай кордондар. Бізде қазір 23 кордон бар, осындай өзіңіздеріңіз көріп тұрғандай. Бұл негізінен енді 70-73 жылдары салынған. Қалған кордондар одан ерте салынғандар. Кейін мемлекеттік табиғи бақ болғаннан бері тағы 3 жаңа кордон қосылды. Жаңа орманшылар тұратын. Қыс кездерінде тағы да осы жерде осы айналымдағы жаңағы аң құстарға тамақтандырумен қосымша тағы сондай жұмыстар атқарады. Өздерінің міндеттеріне қосымша. Қар жапса да көркемдігі көз тартып тұрған табиғаттың әсемдігіне сүйсінесіз. Тау басында тұрып төменге қарасаңыз, бөктердегі қалың тұман аппақ бұлт секілденіп жөңкіліп бара жатады. Тау етегіне көз жетпейді, бейне бір ұшақпен қалықтап келе жатқандай боласыз. Бақ қызметкерлері мұнда әсіресе жаз маусымында демалушылардың көп болатынын айтады. Байқағанымыз, аумақтың қай жері болса да сұлулығымен баурап, қойнауына шақырып тұрғандай. Біз ұлттық бақ территориясына қарасты Ақбұлақ деп аталатын демалыс аймағына тау бөктеріне көтеріліп келе жатырмыз. Бұл жерге шаңғы спортымен айналысатын спортшылар келіп, жаттығу жасайды екен. Ал демалыс күндері қарапайым адамдар осы тау бөктеріне көтеріп демалуына болады. Талғар филиалындағы жасыл шырша көмкерген бұл аумақтың өзіндік ерекшелігі жұпар ауасы. Шың басына көтерілгеніңізде бірден тынысыңыз кеңіп жүре береді. Негізінен бұл демалыс аймағының орналасқан жері Көкбастау орманшылығына қарасты Домбырасай деген жер. Теңіз деңгейінен 1700 метрдей биіктікте. Қазір осы жердегі демалушылармен сұхбаттасып көрейік. Күн аяз болғанына қарамастан, таза ауада демалып, шаңғы теуіп жаттығып жүргендер жетерлік. Шаңғымен тау басынан төмен қарай жүйткіп, одан қайтадан көтеріліп жүрген екі азамат спорт әуесқойлар екен. Мен тауларды ұнатамын. Альпинизммен, тау шаңғысымен айналысамын. Бұл жерге бүгін алғаш рет келіп тұрмын. Өте қатты ұнады. Мұнан кейінде сырғанауға жиі келіп тұрамын деп шештім. Қыс мезгілі болсын, жаз болсын, аптасына бір мәрте міндетті түрде табиғат аясына демалуға шығып тұрамыз. Қыста тау шаңғысы, альпинизм қызықтырса, жазда аңға шығамыз, балық аулаймыз. Отбасымызбен келіп, тау табиғатын тамашалап, жеміс жидек, саңырау құлақ тереміз. Мұнда күнұзақ демалушыларды тау басына көтеретін арнайы көліктер жұмыс істеп тұрады. Қыс маусымында тек спортшылар мен әуесқой шаңғышылар келсе, жазда шыңнан табиғатты тамашалауға ықылас білдірушілер көп келетін көрінеді. Қала тұрғындары және қаланың қонақтары көбінесе Шымбұлақты тани біледі. Бірақ енді біздің Талғарда да осындай керемет демалатын орындар бар. Негізі Домбырасайында көбінесе қыстық туризмге арналған. Көбінесе қыста шаңғы тебетін, сноуборд дейді, сол тебетіндер көбінесе келеді, қыста келеді. Бірақ жазда да келіп, тамашалап, табиғатты тамашалайтын адамдар көп. Кемінде бір 100-150 адамдай аптасында болып кетеді қыс айында. Жазда одан? Жазда енді көбінесе демалушылар келеді, ондай нелер спортшылар, шаңғы тебетіндер ондай жазда болмайды, енді просто табиғат тамашалайтындар, жаяу жүретін адамдар көбінесе келеді. Талғар филиалының Есік орманшылығына қарасты аумақта тұқым бағы бар. 2 гектардан астам жерге шырша, емен, терек, қарағай секілді ағаш түрлерін тұқымнан себу қолға алынған. 2006 жылдан бастап көшет түрінде отырғызылған 4 жылдық шыршалар әжептәуір бой көтеріп қалған. Осындай тұқым бағы Қаскелең филиалында да жұмыс атқарады. Мұнда ұлттық бақ директоры Абай Бегімбетовтің бастамасымен жаңа ғылыми тәжірибе іске асырылған. Көк шырша мен тянь-шань шыршасын будандастыру арқылы жаңа бір сұрып өсірілген.
мына жерде қазір қардан дұрыс көрінбей тұр. Барлығы осы көк шырша будандастырылған. Осы бір жылдық шыршалар жаңадан өсіп келе жатқан. Бұлар осы бір жылдан кейін енді жеке-жеке отырғызылып, үлкен андай орман мектептеріне отырғызамыз. Бұлардың беті қысқы маусымда жабылмай ма? Қысқы маусымда бұлардың беті жабылмайды. Бұлардың бетіне ағаш ұнтақтарын себіліп, сол күйінде сақталынады қыста. Жазда күнге күйіп кетпес үшін біз арнайы ағаштардан беттерін жабатын шит жасаймыз. 2004 жылы қолға алынған бұл ғылыми тәжірибе жақсы нәтижесін беріпті. Сол кездегі алғашқы өсірілген шыршалардың биіктігі қазір 1,5 метрге жеткен. Бұған әлі біз ат қойғамыз жоқ. Енді бұл шырша Қазақстанның бір енді ғылыми түрде будандастырылу арқылы жасалынған жаңа шырша, бұл жаңалығы. Жаздай қымызын іштім. Анау. Ем ғой. Осы биені сатып алып, қолына кішкентай тұғын. Соны жаздай қымызын іштік. Биеңіз қай саған? Биеміз анау тұрған, анау. Анасы осыны. Мынау еркебі балам қант береді. Қаскелең филиалының орманшысы Шайзатқан Омархановтың табиғат аясында жүргеніне 30 жылдан асыпты. Орманшылық мамандық атадан балаға жалғасып келе жатқан көрінеді. Қызылорда облысының Шиел ауданында ұзақ жылдар орманшы болып жұмыс атқарған Шайзатқан Өтепханұлы бүгінгі күні кәсібін осы орманшылықта жалғастырып жүр екен. Ұлы Жандос та әке жолын қумақ. Тұздам шығар, мынау тағдырымыз шығар, осыға Алматыға қоныс аударып келіп, бір жыл осы көмекші болдым осы орманшылықта. Октябрь айының 1-нен бастап осы орманшылыққа орманшы болып мен тағайындады. Сол тынымсыз істеген еңбегімнің арқасы шығар деп ойлаймын. Сіз мамандығыңыз маған да ұнайды. Мен де орманшы болам деп, сол биыл оқуға түсіп, сол ұлым 86 жылғы, қазір 20-да. Одан жақсы сол биылғы көктемнен бастап, март айынан бастап осы бөлімшеге инспектор болып қабылданған кезде 8 гектар, 5 гектар жерге елка шыршасын ектік соның оралымына. Оның көрсеткіші 84% көгерім тұр. Әрі оқып, әрі жұмыс істеп? Әрі оқып, еңбектен қол үзбей. Шайзатқан аға мен Зухрапай 32 жыл отасып, 8 бала тәрбиелеп, олардан 2 немере сүйіп отыр. Балаларының барлығының демалыс сайын бас қосатын жері осы бір ұядай ғана орманшының үйі. Табиғатқа қамқор болып, сол жерде өздері де шағын шаруашылығының игілігін көріп отырған отбасы бұл аймақты жұмаққа санайды. Жаман емес, бәрі жақсы. Өзімізге ұнайды осы жер. Қаладан гөрі осы жерге бәрі демалып кеткісі келеді. Ол қыздар енді қалада ғой, оқып атқан, жұмыс істеп атқан, кейін осы жерге бір демалып қайтады. Неге табиғатын тамашалап. Ауасының өзі қандай тамаша. Суының өзі. Енді қаладағылардың өзі бір сағат демалудың өзіне осы жерге келіп жатады ғой. Біз енді осы жерде соның өзіне рахаттанып, біздің жеріміз керемет жерде отыр екенбіз ғой деп, соның өзіне арза болып отырасың да. Бұл жердің ауасының өзінің жанға шипа екеніне көзім жетті дейді Шайзатқан аға. Қарамағындағы 13 айналымның жұмысын қадағалауда тиянақтылық пен ұқыптылық көрсетіп жүрген орманшы әріптестердің арасында абыройлы. Мына көріп тұрғандарыңыз Алматы облысы Қарасай ауданына қарасты Алатау маралы деп аталатын жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің өсіріп отырған маралдары. Бұл шаруашылық ұлттық бақ аумағының Қаскелең филиалына қарасты Қасымбек сайында 2002 жылы құрылған. Алатау маралы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мамандығы архитектор Кеңес Мұрсалимов секілді азаматтың бастамасымен қолға алыныпты. Таңдалып алынған 300 гектардан астам жер қоршалып, Шығыс Қазақстан облысының Қатон-Қарағай ауданынан маралдар әкеліп жерсіндірілген. 5 жылдан бері олардың мүйізі ем ретінде пайдаланылып келеді. Қар ерігеннен кейін шөп ақырындап шыға бастаған кезде бұл маралдардың мүйізінде қан айналу процесі жүріп, мүйіздері бірге өсе бастайды. 60-65 күннің ішінде мүйіздеріндегі қан айналу процесінде
жаңағы пантокрин деген емдік қасиеті бар биостимулятор пайда болады. Ол табиғатта бір табылмайтын ем. Мүйіз кесу кезеңі маусым айының 1-нен басталып, шілде айының 10-на шейін 40-45 күндер уақытында өтеді. Серіктестікте 5 адам жұмыс атқарады. Кең даланы еркін жортып жүрген жануарларды қолға үйретудің қиындықтары да жетерлік. Шығыс Қазақстанның табиғаты мен Алатау бөктерінің айырмашылығы өз алдына. Міне, осы жағдайлардың барлығы алдын ала ойластырылып, маралдардың аймаққа жерсінуіне жағдай жасалған. Жазда олар жаңағы табиғи өздері жайылады. Тек қана бізді сол жаңағы бұлар жабайы аңдар болғандықтан әрине таудың ішінде қоршап ұстауға тура келеді. Қанша жүреміз десе, емін еркін жүреді. Тек қана қыста біраз шөп салынады. Шөп салынғанда да, мысалы, біз әрбір жерден шөпті сатып ала бермейміз. Негізінен жаңағы бұлардың жейтін шөбі катон қарағайдың жерінде өсетін, мысалы, марали корень дейді, золотой корень деген сияқты әйгілі емдік қасиеті өте жоғары бағаланатын шөптер. Ол шөптер көбінесе мына өзіміздің Алматы облысы Нарынқол ауданының тауларында өседі. Сол шөптердің құрамы біз оқып, зерттеп біле келгенде, біздің маралдарға осы шөптер дұрыс деп есептеп, біз тек қана сол Нарынқолдың тауының шөбін ғана аламыз. Бұл жер Қазақстан бойынша марал өсірумен айналысатын екінші аймақ. Аяғынан енді тұрып келе жатқан шаруашылыққа ұлттық бақ аймағының әсем табиғаты мен нәрлі шөбі ықпал етері анық. Саяхат бағдарламасының Іле Алатауы табиғи ұлттық бағы жайлы кезекті хабары осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.